Қателестің ба или өтірік айттың ба нақты? Мысалға кіммен сөйлескеніңді көрдім мен, Нұржан ұстазбен. Енді сенде келісу келіспеу хақың бар. Мен саған тағы да айтып тұрмын. Әрбір әлемде әрбір нәрсе заттан және сипатынан тұрады. Келісесің ба? Допустим, иә. Енді екінші теорем биікте мен саған айтам, әлемде каждый зат не қозғалыста болады, не тыныштықта болады. Третий вариант жоқ. Келісесің ба? Жоқ. Көрсетші маған үшінші вариант. Себебі біз әлемдегі барлық затты білмейміз ғой. Сен оны білудің қажеті жоқ. Любой нәрсені қара, сен үшінші вариант тауып берсейсің. Білудің қажеті жоқ деген нәрсе емес. Мысалы, біз білмейтін нәрселер де бар ғой. Мен саған айтып тұрмын, әрбір зат не қозғалыста, не тыныштықта. Егер сен келіспесең, үшінші вариант алып бере қойшы. Суперпозиция деген бір зат екі позицияда бірдей болуы мүмкін да, мысалы. Қандай? Елестетпеш, бір затты тыныштықта қозғалса. Мысленный эксперимент Шрёдингердің мысығы деген мысленный эксперимент бар да квантовый механикада. Типа, ана бір мысық бар, сол мысықты қойып қояды, сосын жаңағы типа механизмдер жасайды. Енді анау біз жәшікті ашқанға дейін біз білмейміз мысықтың өлі ма тірі ма екенін. Жәшікті ашқанға дейін мысық екі бірдей позицияда, ол өлі де тірі де деген сияқты квантовый мирға жүретін суперпозиция деген түсініктер бар мысалы. Жақсы, кім Исхақ, мен саған бағана абсурдность вещей деген сұраған кезде сен айттың, екі қарама қарсының бір жерде жинауы мүмкін ба? Егер біздегі алатын болсақ, кванттық дүниеде ол мүмкін деп жатыр. Кванттық деген қандай дүние? Бұл әлем емес па? Осы әлем, бірақ өте кішкентай. Онда болды, онда бір ереже ғой. Енді жақсы, қарашы, мен саған айтып тұрмын. Интуицияңыз бойынша абсурд көрінген нәрсе ғылыми дүниеде мүмкін болып қалуы ықтимал. Жақсы, онда неге ол абсурд деп аталынады? Егер ол ықтимал болады. Енді логикалық тұрғыда солай болуы мүмкін. Дұрыс қой, енді логикалық тұрғыда солай болатын болса, онда ол нәтиже бермей ма? Енді сіздің логикаңызға бағынбайтын дүниелерде бар екенін байқап жатырмыз ғой қазір. Қателестің ба или өтірік айттың ба нақты? Мысалға кіммен сөйлескеніңді көрдім мен, Нұржан ұстазбен. Ол жерде сен бүйтіп айттың, Шрёдингердің мысығы бар ғой, ол мүмкін деп айттың да. Ал ол мүмкін емес та, сен онысыны біліп айттың ба или білмей айттың ба? Логикалық тұрғыда мүмкін емес деп айттыңдар сендер, Былай да, бір нәрсенің ақылға қайшы нәрсе ол. Енді Шрёдингер ол мысық туралы мысалын, ол нәрсенің мүмкін емес екендігін тап келген білдің ба? Жоқ, білмедім. Қатесін көрсету үшін мысықтың мысалын алып келеді да, ол жерде былай дейді. Біз білмейтін скрытый параметр бар деп ойлайды. Эйнштейн екеуі бірдей осылай ойлайды. Қате, ол ар жақ қарай кіре алмағасын, осындай мысалдармен алып келеді ол. Созылып кетті мына жер. Короче, алдама олай. Или қателесің, осылай түсіндім деп айтасың ба, білмеймін енді. Жақсы, давай.